Саламатсыздар ма студенттер? Экология және тұрақты даму пәні бойынша дәрісіміз 11-ші. Дәрістің тақырыбы тұрақты дамудың экономикалық аспектілері, жасыл экономика және тұрақты даму. Жоспар: экономиканың экологиялық шарттары, экологиялық экономикалық жүйелер және оның тұрақты дамуының шарттары, жасыл экономика, дәстүрлі емес экологиялық таза энергия көздері. Ұлттық экономикамыздың барлық салаларын реформалау, табиғи ресурстарды пайдаланудың өзгеруіне, қоршаған ортаны сақтауды ескере отырып, әлеуметтік экономикалық дамуды жүзеге асыруға негіз болды. Тұрақты даму тұжырымдамасы қабылдаған сәттен бастап, Қазақстан Республикасында қоғамдық дамуда елеулі өзгерістер болуда. Экологиялық экономика экожүйе мен экономикалық жүйелердің арасындағы өзара байланыс зерттейтін, бұл 1990 жылдардың басында пайда болған пәнаралық салалық ғылымның саласы. Экономиканың экологиялық шарттары ресурстық экономиканы, қоршаған ортаға тигізетін әсерді, табиғатты пайдалануды және дәстүрлі экологияларды қоса қамтиды. Экологиялық экономика бұл экономикалық жүйенің өткізу, өңдеу қабілеттіліктеріне, экожүйенің сыйымдылығына, яғни энтропияға негізделген. Қазір кез экологиялық мәселе, оның экономикалық мағынасында, бұл тек қоршаған ортаның ластауы мәселесі ғана емес, өз зардаптары бойынша апатты, қиратушы табиғатты пайдалану шынайы нарық және табиғатты қорғаудың шектеулері мен басымдықтарын ескеретін шаруашылық жүргізудің экономикалық және экологиялық тиімді жүйесін түрлендіру мәселесі болып табылады. Қазақстан Республикасының экологиялық тұжырымдамасының негізгі мақсаты бұл елдің бәсекеге қабілеттілігін ұзақ мерзімде қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттыру негізінде экономикалық, саяси, әлеуметтік, экологиялық аспектілердің балансына қол жеткізу. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін, яғни тұрақты даму тұжырымдамасында мынандай міндеттерді шешу алға қойылған. Ресурстарды тиімді пайдалану, халықтың өмір сүру ұзақтығы, экологиялық тұрақтылық индексі және ішкі сыртқы саясаттың үйлесімділігі және оны толық жүзеге асыруды қамтамасыз ету. Көптеген елдер жақын болашақта экономиканы экологиялық үнемдеуші технологияларға аудару өздеріне мақсат етіп қоюда, яғни өндіріс аз қалдықты және қалдықсыз технологияларға көшу қажет. Аз қалдықты технология бұл шикізатты өндіру, қайта өңдеудің, табиғи ресурстарда барлық құрамдас бөлшектерді мейлінше мол кешенді алуды, пайдалануды қамтамасыз ету іс-шараларының кешені. Енді қалдықсыз технология деп отырғанымыз түсінікті, өндірістің кез келген саласында, яғни бөлініп жатқан қалдықтарды қайттан оны екінші рет қайттан өңдеп, оны сол адамзаттың өзінің қажетіне жарату. Экологиялық, экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының алғы шарттары бұл 1987 жылы дүниежүзілік саммитте, яғни 2002 жылғы дүниежүзілік саммитте осы тұрақты дамудың, яғни алғы шарттары мақұлданған. Адам, қоғам, табиғат арасында өзара байланыс бүгінгі таңда проблемалардың басысы болып отыр. Қазіргі уақытта табиғатта және экономикалық дамуда экологиялық тепе-теңдікті сақтау міндеттері, бұлар өзара бірімен бірі байланысты. Яғни табиғи ресурстық әлеуеттің шектеулі екендігін, ғаламдық экологиялық апаттардың жақындап келе жатқандығын, оны әлем халқына соны жете түсіндіру және тұрақты даму идеясы осы даму идеясы осы тығырықтан шығудың жол екендігін, яғни бүткіл адам, яғни білуі қажет және түсінуі қажет. Қоршаған ортаны сауықтыру және экономиканың тұрақты дамуына жағдай жасауда табиғатты пайдаланудың кешенді, үйлесімді, яғни іс-әрекеттері қалыптасуы қажет. Яғни оны қалыптастыру ол әрбір қоғамдағы елдің, мемлекеттің маңызды, яғни атқарылатын жұмыстарының бірі болып саналады. Бұл бағытта енді біздер
осы шешімдерді орындау үшін әрбір осы табиғатты пайдалануды тиімді ұйымдастыруда экологиялық білім, сана, яғни әрбір адамда жауапкершілік болуы қажет. Қазіргі таңда, яғни бізде болашақ энергиясы дейміз. Қазіргі бізде табиғи ресурстардың қоры әлем бойынша таусылуда, азаюда. Енді біздер осы табиғи ресурстарды сарқылатын, сарқылмайтын деп бөлеміз ғой. Сол сарқылмайтын ресурстарды кеңінен қазір бізде пайдалану, яғни болашақ энергиясы. Болашақтың энергиясы деп отқанымыз бұл біздің күнделікті қажеттілігімізді қанағаттандыратын, яғни энергияларды, мысалға күн энергиясын, жел, су энергияларын электр энергиясына айналдырып, соны пайдалану. Яғни бұл энергия көздерін алудың балама жолдары болып табылады. Енді осы балама энергия көздерін алу қазіргі таңдағы ең өзекті проблемалардың бірі. Себебі қазіргі таңда біздің табиғи ресурстарымыз азаюда. Сол табиғи ресурстардың орнын толтыру үшін біздер осы болашақтың энергиясын пайдалануымыз қажет. Енді сіздерде лекцияда мынада көрсетілген, яғни күн, жел энергиясының жалпы, яғни фотосуреттері көрсетілген. Әлемдегі ресурстардың энергия көзін алу шектеулі болып келеді. Сондықтан қазіргі таңда біздер балама энергия көздерін, яғни пайдалану, оны өндіріске толығынан енгізу бағытында, яғни жұмыстар жүргізілуде. Соның ішінде біздің Қазақстан бойынша мысалға күн энергиясын пайдалану, сосын жел энергиясын пайдалану біздерге тиімді. 1953 жылы Америка құрама штатында ұлттық аэроғарыштық агенттігі күн энергиясын электр энергиясына ауыстыратын құрылғыны, яғни күн батареясын ойлап тапқан. Яғни қазір күн энергиясы табиғи түрде қалпына қайта келетін энергия көзі болып табылады. Яғни бұл күн, жел энергиялары бұл қоршаған ортаны ластамайтын экологиялық қауіпсіз энергия көздері болып есептелінеді. Күн жерге секунд сайын 80 мың миллиард киловатт, яғни энергия береді екен. Яғни осыны біздер пайдаланатын болсақ, сонда қаншама біздер, яғни өзіміздің табиғи ресурстарымызды сақтап, сарқылмайтын осы табиғи байлықты пайдалануымызға болады екен. Енді мына жерде күн батареяларының орналасуы суретте көрсетілген. Қазақстанның күн энергиясын қолдану мүмкіншілігі келетін болсақ, бізде елімізде, осы Қазақстанда, Орта Азия елдерінде бұл күн энергиясының үлкен потенциалы бар деп есептелінеді. Зерттеулердің қорытындысы бойынша елдің оңтүстік аудандарында күн энергиясына, яғни жылына 2500-3000 күн сағатқа жетеді екен жылына. Енді осы күн энергиясын, яғни күн батареяларын пайдалану жобасын жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан біздерде арнайы бағдарламалар қабылданған, инвестициялар тартылуда міне. Сондықтан бұл ірі компанияларда, қазір кейбір компанияларда, немесе кейбір ТО дейміз, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, шағын кәсіпкерліктер қазір шағын күн батареяларын пайдаланып, өздеріне бұлар электр энергиясы ретінде пайдаланып отыруда. Еліміздегі балама энергия, яғни күн энергиясын қолдану бойынша 2012 жылы бізде қыркүйек айында халықаралық келісім шарт негізінде Астана қаласында, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде күн шатыры қондырылған болатын. Сонымен қатар, осы өткен жылы бізде Нұр-Сұлтан қаласында күн батареялы модульдерін өндіретін жаңа зауытта іске қосылды. Жасыл экономика. Жасыл экономика деп отырғанымыз бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-ауқатын
сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. Қазіргі уақытта осы жасыл экономика сарқылуға ұшыраған ресурстарды үнемдеп тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. Яғни жасыл экономика бұл қазіргі қоғамда жасыл сөзінің мәні әртүрлі түсінеді. Бұл жаңа біздер айтып кеттік, яғни табиғатты жақсартатын, табиғи ресурстарды, әсіресе сарқылмайтын ресурстарды пайдаланудың бір саласы болып есептелінеді. Жасыл экономиканың яғни бағыттары, бұл ең бірінші бұның бағыты жаңартылған энергия көздерін пайдалану, оны енгізу толығымен. Және ауыл шаруашылығында осы жасыл экономиканың жаңартылған энергия көздерін пайдалану, қалдықсыз технологиямен жұмыс жасау, таза көлікті дамыту, экожүйелерді сақтау және оны тиімді басқару жолдарын іздестіру. Бұл жердегі жасыл экономиканың ең басты мақсаты бұл жаһандық экологиялық қауіптен, яғни қоғамды, әлемді солардың алдын алу бағытындағы жұмыстарды жүзеге асыру. Енді осы бағыт бойынша біздің елімізде 2017 жылы Экспо 2017 көрмесі өтті. Осы көрмеде біздің Қазақстан болашақ энергиясы деген тақырыппен, яғни қазіргі заманғы ең көкейтесті жаһандық маңызы бар, бүкіл әлемді толғандырып отырған, яғни энергия мәселесі, энергияны тұрақты пайдалану мәселесі бойынша, яғни көрмеде қойылды. Бұнда яғни альтернативті энергияларды пайдалану, альтернативті. Әрбір яғни павильонда осы жобалары бойынша көрмеде қойылған. Жаңа жобалар мен технологияларды кеңінен осы таныстыруға осы Экспо 2017 көрмесінде мүмкіндік берілген. Яғни бұл альтернативті энергия көздері, ол күн, жел, су энергиялары, бұлардың барлығы да бар. Кейбіреулерде бұлар пайдаланып отыр. Енді соны әрі қарай жаңарту, жаңа технологиялық әдістер арқылы оны барлық біздің өндіріс саласына, күнделікті тұрмысқа енгізу. Яғни Экспо 2017 біздерде болашақтың энергиясы деген атпен өтті. Жалпы бұл көрмелердің екі түрі бар. Оның бір түрі халықаралық универсал көрме дейді. Екінші бұл халықаралық мамандырылған көрме. Бұнда белгілі тақырыпқа арналады. Яғни осы тақырып бойынша біздің мамандандырылған халықаралық көрме 2017 жылы біздің елімізде 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өтті, жоғарғы деңгейде. Енді біздер осы бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қазіргі тарихи кезеңде қоғамның дамуы, табиғатпен үйлесімділігі бұл өте өзекті өткір мәселе. Яғни адам қоғам табиғат жүйесіндегі үйлесімділік заңдылығы болу керек. Сондықтан табиғатқа және табиғатты пайдалануға жаңа көзқарас қалыптасу қажет, жауапкершілікті біздер ары қарай жетілдіруіміз қажет. Міне қалыптасқан экономикалық жүйеде экономиканы экологияландыру бағытында, яғни біздер жұмыстарды әлде де толығырақ жүзеге асырып жетілдіруіміз қажет. Еліміздің нарық экономикасы өтуіне байланысты бұрын зерттелмеген немесе толық түрде берілмеген еліміздің экологиялық, экономикалық мәселелері бойынша, яғни біздер ақпараттарды алдық. Ары қарай осы қажетті мәліметтерді біздер қосымша әдебиеттерді, интернет материалдарын пайдалану арқылы білімімізді жетілдіреміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.